Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз әйел адамдар мен ер адамның табиғаты тең бе деген сұраққа жауап берейік. Мен де бұрын екеуін тең деп ойлайтын. Әрқандай жағдайда менің сезінгенімді олар да сезінеді, мен түсінгенімді олар да түсінеді деген сияқты ойлар болған. Бірақ бұл қиял екен. Ер адам мен әйел адамның табиғаты әр басқа екен. Біз бұны түсіне бастаған кезімізде бізде қарым-қатынасымыз дұрысталады. Отбасылық жағдайда болсын, қоғамда болсын, біздің ер адамдарға деген көзқарасымызды өзгертуге болады екен. Яғни мен бұл туралы өте көп нәрселерді көрдім. Бір кезде бір көріп қалған, енді әрбірімізге қияли шығар, бірақ осының ғылымилығының бар екенін білдім. Яғни айтылады ғой, әйел адам ер адамның қабырғасынан жаратылған. Яғни қабырға деген ол материя, ол деген заттық нәрсе. Заттық нәрседен жаратылғандығы себепті әйел адам мына ақшаға деген, материалдық затқа, дүниеге деген біздің құмарлығымыз ер адамдардан неше есеге асып түседі. Біз ақша, дүние, ойбай, ертеңгі болашақ деген сияқтыны қатты ойлаймыз, сондайға қатты берілеміз. Білеміз ғой, әйел адамдардың сондай дүниеге деген көзқарасымен алам, ойбай, айту керек, бүйту керек деген нәрсеге біз ер адамдардан тез қозғаламыз. Алып жазсақ та кей кездері нәрселерге той кетпейміз. Біздің дүниеміз, киім кешегіміз, bütün нәрсеміз ер адамдарға қарағанда өте көп болады бізде. Содан осы сөзде шынымен жаны бар. Сізде мойындайсыз ғой, біз материалдық нәрсеге қатты жақын екенімізді. Енді ер адамдар руханилық нәрселерге жақын болады. Өйткені туа табиғатында ер адамғаның табиғатында оларға руханилықты салып қойған дейді. Олар рухани күштен жасалған дейді. Олар содан жаратылған дейді. Сол себепті ер адамдардың рухани байлығы туада өздерінде бар. Ода рухани байлықта олар тоқтық бар оларда. Олар ертеңгі күні деп қатты біз сияқты аштықты сезінбейді. Біз аштықты сезініп кетеміз рухани жақтан. Білім алу керек болады. Өйткені біздің әйел адамға туада бізге эмоция берілген екен, сезім берілген. Сол себепті біз мына көңіл күй басқара алмау, эмоцияға қатты берілеміз, сезімге берілеміз. Көп жағдайда, мысалға, ол сезімнің неше есеге жоғары, бұның артықшылығы, мысалға, бұл тарихта не түрлі Шыңғысхан деген сияқтының, мысалға, кезінде ол кісі дүниені сұраған, оның сол кезде оның артындағы бөрте деген, мысалға, әйелі перде артында ол кісіге көп көмегін тигізіп ақылшы болып та тұрған екен. Мысалға, айтады, мықты еркектің артында мықты әйел болады дейді, мысалға. Соның сөздің бәрі тарихтан ғылымилығы бар, бекер айтылмаған. Бұл әйел адамның ер адамнан басқаша осындай эмоциялығы, одан сезім салынғандығы, сол қасиеті арқылы, сол мықтылығы арқылы, сол даналықтары арқылы ол ер адамға ерекше көмегін тигізе алған. Оның көмегінсіз көп іс ондай ойдағыдай алға баспаған. Сол себепті екеуінің табиғаты әр басқа. Екеуі біріккен кезде ғана, яғни әйел адамның сондай бір ерекше сезім, ерекше эмоциялық энергиясы арқылы ер адамның руханилығы ашылады екен. Сол кезде ода көптеген тапқырлық, көптеген мықтылық, мысалға, ол материяға айналады, ол ақшаға айланады, мысалға, ол жаңалыққа айланады, ерекше бір жасампаздыққа айланады. Міне, сонда екеуінің табиғатының осындай қосылыстарынан ерекшелік туылады екен. Сол себепті, яғни біз бір тойға барсақ та, сол жерде отырып, ертеңгі күнімізді ойлап отырамыз да, ертең балашаға не болады, ертеңгі күніміз не болады деп, бүгін ақша тауып отырып, және болашақ не болады, ертеңгі күніміз не болады, ол кезде ақша бар бола ма, жоқ бола ма, осы дүние бола ма деген сияқты болашақты ойлап отырады екенбіз. Бізде сондай бір қабілет те бар екен, ерекшелік те бар екен. Ал ер адам басқа дейді. Тойда отырса, сәл тойдан сондай ләззаттанып, сол тойда ерекше болып отырады екен.
ұйықтаса да ол өте айтады ғой, кәмнен кәперсіз деп кей адамдар ертеңгі болашақ не болады, не ішіп не жейміз, мына баланың болашағы не болады, жоқ мүлдем ойламайды деп жатамыз ғой. Оның табиғаты сол екен, ол ойламайды екен. Өйткені ода тоқ қой, рухани байлық берілген туада ол тоқтық, оны ойлай алмайды. Ол тек содан ләззаттанып, сол жерде ұйықтай ма, ұйықтайды, ақша таба ма, табады. Сондай кәмнен кәперсіз, сондай жадыраңқы, сондай бір керемет бір көңіл күймен жатады екен. Әйел адамдар ғана бұж жетіп, жалақтап, ертеңгі күндері ап-анық миында жайнап тұрған мінекей соны көре алады, соны ести алады, тыңдай алады, ертең күн не болады деп. Соның кей кездері оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Яғни біз жақсы нәрселерді ойлансақ, біз болашаққа да қорқыныш болмайды. Ал біз үнемі ондай негативті, жаман нәрселерге толтырып алатын болсақ, онда біз болашақтан жақсы нәрсені көре алмай, өз-өзімізді қорқынышпен жеп қоямыз. Қорқыныш бізге ішкі жан дүниемізден жеп, бізге түрлі аурулар әкеледі, бізді картетеді, бізді рахатпен бүгінгі күннен ләззаттанып өмір сүруімізге ешқандай пайдасы болмайды. Сол үшін біз осындай табиғатымыздағы осындай бір артықшылығымыздан пайдаланып, біз пайдалануымыз керек. Сол үшін біз жақсы білімдерді алуымыз керек. Мына өзіміздің 5 сезім мүшелеріміз еститін, тыңдайтын әртүрлі. Сол сезім мүшелерімізді мысалға жақсы нәрселерге толтырып, жақсы нәрселерді көре білуіміз керек, білім алуымыз керек, кітап көруіміз керек. Сол кездерде біз жақсы нәрсені ойлай аламыз. Болашақта да жақсы нәрсені ойлап, керемет бір әдемі қадаммен алға бастай аламыз. Өзіміздің отбасымызға да, өзіміздің мысалға күйеуіміз болсын, соған жақсы нәрселермен көмектесе аламыз. Сол үшін өзіңіздің табиғатыңыздан ашыңыз дегім келеді. Ол үшін рухани білім алуымыз керек, біз дамуымыз керек, өзіміздің саламызға қарай білім алып отыруымыз керек. Сол үшін отбасында не үшін осы ер адамдар кәмнен кәперсіз жата береді, бір нәрсені ойланбайды, өте алаңсыз деген сияқты, өте көп естимін. Сол сияқты сөздерді көп айта бермеңіз, табиғи түрде солай түсініп бастаңыз, сол кезде де біздің қарым-қатынасымыз дұрысталады. Көп нәрсе бізде жақсылыққа қарай бұрылады. Менің есімім Сәбикүл, менің парақшама тіркеліп кетіңіздер. Бұл жерде көптеген пайдалы ақпараттар айтылады. Бүгін далада түсіріп отырмын. Құстардың сайраған дауысы өте керемет сыртта.